тақырыбымыз қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі деп аталады. Студияға жайғасқан мейманымызды таныстырып өтсем, қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Нұрсұлу Маратова. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Көңіл күйіңіз қалай, таңды қалай бастадыңыз? Жақсы, көп рахмет. Жалпы міне, тақырып өзі қыз тәрбиесіне бағытталғаннан кейін өзіңіздің бала шағыңызға тоқталғым келіп отыр. Иә, болашақтан басталады дейді. Өзіңіздің алған тәлім тәрбиеңізден бастасақ. Мен өте қарапайым отбасында дүниеге келдім. Әкем, анам бар, толық отбасында болдық. Жалпы қыз баласының тәрбиесі ретінде мен өзімнің тәрбиеме тоқталсам, мен ойлаймын, толыққанды жақсы тәрбие ала алдым. Өйткені анаммен сырлас бола алдым, әкеммен өте жақсы қарым-қатынастамын. Сондықтан қыз тәрбиесіне келген кезде ең басты дүние ол ата-ананың рөлі деп ойлаймын. Өзімнің алған тәрбиеме өте дән ризамын. Қазіргі таңда енді қыз баланың тәрбиесі деген кезде ойға бірден бір мына сөз ойға оралады екен. Қыз баланың әрбір басқан қадамы сыннан тұрады. Яғни сен шалыс бассаң, сенің отбасыңа білдей бір әулетіңе сенің атыңнан күйе жағылады деген дүние еске түседі ғой. Осы тұста мысалға қыз бала өз-өзін қоғамда қалай ұстауы керек және де оны қанша жастан бастап үйрету керек? Өте жақсы сұрақ деп ойлаймын, өйткені қоғам үшін қыз бала қоғамның негізгі айнасы болып табылады. Қоғам үшін ең маңызды тұлғалардың бірі осы қыз бала. Өйткені ұлттың негізін қалайтын және осыны ұлттың болашағын жасайтын да қыз баланың тәрбиесі, тәлімі болып табылады. Енді қазіргі таңда өзін қалай ұстау керек? Біз осы салада, білім беру саласында жұмыс істеп жатқандықтан өте тығыз және байланысты тақырып болып табылады. Студенттермен жұмыс жасап жатқандықтан қыз баланың қазіргі таңдағы қоғамдағы орны өте ерекше. Олардың тәрбиесі маңызды болып табылады. Ең бастысы ол ата-ананың беретін тәлім тәрбиесі және ұстаздардан беретін тәлім тәрбиесі өте маңызды. Енді айтатын болсақ, жалпы қыз баланың өзін ұстауы қоғамда, айтатын ой пікірін анық әрі еркін жеткізуі, осы сияқты қасиеттерді меңгеруі қоғамдағы ең маңызды қасиеттер болып табылады. Мысалға